Армысыз эфирде дабыл-дабыл демалыс күндер дерегін айтып көрсетеміз. Алдымен әлемнен ақпарат. Қытайдың Хайнян, Гуандун мен Гуанси провинциясында Рамасун тайфунынан қаза тапқандардың саны 17 адамға жетті. 5 адамның тағдыры беймәлім. Ақпарат көздері 5 миллион тұрғын тайфуннан зардап шеккен деп хабарлайды. Табиғаттың тосын мінезінен қатты зардап шеккен аумақтарда құтқарушылар тынымсыз жұмыс істеп жатыр. Елдің көптеген аймақтары жарықсыз, сусыз қалды. Мамандардың айтуынша, дәл осындай табиғи апат соңғы 40 жылда болмаған екен. Қазір дауыл елдің солтүстік батысына беттеді. Ливияның Триполи халықаралық әуежайына әлде шабуыл жасалып жатыр. Салдарынан бір аптада 50 адам қаза тауып, тағы 120-сы жарақат алды. Әуежайда қақтығыс шілденің 13-інде басталған еді. Қаруланған содырлар Зинтан қаласындағы әуежайды бақылап отырған сарбаздарға шабуыл жасаған. Ливияның билік өкілдерінің хабарлауынша, жарылған зымырандар ұшақтардың 90%-на зақым келтірген. Қазір Зинтан шерушілері әуежайды өз бақылауында ұстап тұр. Таяуда ғана содырлар мен үкімет әскері өзара бітімге келгенімен соғыс көп ұзамай-ақ қайта басталып кетті. Іздеу салады. Ақтау қалалық ішкі істер басқармасының криминалдық полиция бөлімі Рүстем Мұқановқа іздеу салады. Ол наурыз айында 28-ші шағынаудан 18-ші үй, 23-ші пәтерден белгісіз бағытқа шығып кетіп, бүгінгі күнге дейін оралмаған. Бойы 160-170 сантиметр, дене бітімі орташа, үстіндегі киімі белгісіз. Жоғалған азаматқа қатысты қандайда бір мәлімет білсеңіз, Ақтау қаласы ішкі істер басқармасының криминалдық полиция бөліміне хабарласу сұралады. Байланыс нөмірлері 47 48 10, 47 48 27, 47 48 25, 47 48 02 немесе 8701 144 26 27. Сондай-ақ Мирлан Мелибаевқа қатысты іздеу жұмыстары жүргізілуде. Ол наурыз айының 24-ші жұлдызында 6-шы шағынаудан 15-ші үй, 4-ші пәтерден белгісіз бағытқа шығып кеткен. Мирлан Мелибаев 1986 жылы туылған, үстіндегі киімі белгісіз, бойы 170-175 сантиметр, дене бітімі орташа, ерекше белгілері оң көзінде 3 сантиметр шамасында тыртығы бар, көзілдіріп кет. Хабар ошарсыз кеткен азаматқа қатысты қандайда бір мәлімет болған жағдайда төменде көрсетілген нөмірлерге хабарласуыңызды сұраймыз. Ал енді демалыс күндері жол полицейлермен бірге жүргізген түнгі рейд жайында айтып көрсетеміз. Бұл күні камера объективіне ішімдік ішіп рөлге отырған жүргізуші ілікпеді. Алайда қауіпсіздік белдігін тақпағандар мен бағдаршамның қызыл түсіне тоқтамағандар жетерлік. Мемлекеттік нөмірі 417 Volkswagen маркалы көліктің жүргізушісі емес, жолаушысы қауіпсіздік белдігін тақпаған. Көлік тоқтатылып, тәртіп сақшысы мән-жайды түсіндірді. Алайда жүргізуші жанындағы жолаушының белдікті тақпағанын байқамаған болар. Әдеттегі жүргізушілердей дәлел сұрады. Причина остановки? Причина остановки. Пассажир был не пристегнут ремня безопасности. Пассажир? Да. Как не пристегнут? Предъявите документ, пожалуйста, от имени закона прошу. Проблемы нету, документа. Времени это же был же, как не было? Времени не было. Как не было? Как не было? Пассажир был не пристегнут ремня безопасности. Скажите, чтобы, покажи, чтобы это не было времени. Докажи. Міне, көлік қозғалып келе жатыр. Жолаушының белдік тақпағаны анық түскен. Бұдан артық қандай дәлел керек? Жүргізуші айыбын түсінгесін әкімшілік хаттамадан жалтаруға тырысты. Тамыр танысыз деп әбігерге түсті. Уважаемый, предоставьте документы, потом будете по телефону общаться. Я у вас пока что документы прошу, а не телефон. Уважаемый, я к вам обращаюсь. Камера стоит передо мной, я не обязан, мы обязаны по приказу 53. Документ приведите, пожалуйста. Сейчас отдам. Тұрқының түрін жасат, онысынан түк шықпасын білгесін, амал жоқ, заңға бағынуына тура келді. Не тебе, а мне. На вы надо, на будьте любезны обращаться. Это... Правильно? Я уважаемый. Все, проблемы нету, братан. Без проблем. Темір тұлпар тізгіншісіне тиісті әкімшілік хаттама толтырылды. Алайда еселеп өскен айыппұл құны жүргізуші үшін түк емес екен. Оны қиналтатыны басқасы. Жүргізуші куәлігін жақында ғана алыпты. Өмірінде бірінші рет әкімшілік жазаға тартылмақшы. Автошпиль 18 чем-то будет. Повторность нет. Нету, да? Нет, первый раз. Первый раз? В жизни или? Жизнь. Сондықтан жүргізушілерге айтарымыз, көлік орнынан қозғалмас бұрын жолаушының белдік таққанына көз жеткізгеніңіз абзал.
Бұл күні бағдаршамның тыйым салынған қызыл түсіне тоқтамағандар да көп болды. Алайда камера объективіне екеуі түсіп қалды. Бәрінің сылтауы бір. Түн ішінде шоқтай жанған қызыл түсті көрмей қалады, немесе шұғыл шаруасы бар. Мемлекеттік нөмірі 244 Toyota маркалы көлік қаланың қақ ортасында бағдаршамның қызыл түсіне тоқтамай жоғары жылдамдықпен өтіп кетті. Бұл жерде бір емес екі авто жол ережесін бұзды. Біреуі тоқтатылып, ал екіншісі жоғары жылдамдықпен жүйткей жөнелді. Сірә қашып құтылам деп ойласа керек. Туралы кодекс 464 бөлім 1 бойынша сізге әкімшілік хаттама толтырылады. Құқық бұзушылығыңызға сәйкес. Түсінікті ме? Не үшін өтіп кеттіңіз? Көрмей қалдыңыз ба деп? Көрмей қалдыңыз ба деп? Жүргізуші өз айыбын толық мойындады. Асығып бара жатырмын деп сылтауратып көрді. Алайда жол ережесін өрескел бұзған жүргізушіні бұл ақтамады. Оған әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Ал мына 834 нөмірлі көліктің жүргізушісі алдымен қызыл түске тоқтады. Көп күтуге ерінді ме, 2 секундтан соң орнынан қозғалды. Сірә ешкім көрмейді деп ойласа керек. Алайда соңынан келе жатқан жол патрульдік полициясының көлігін көре сала тоқтай қалды. Жүргізуші айыбын түсінді, әкімшілік жазадан да жалтармады. Көлік терезелерін қараңғылап алып елден ерекшеленіп жүретіндер әлі де баршылық. Олар түрлі амал-айла тапқанымен тәртіп сақшылар одан да қырағы. Көрінбей тұрады, байқамай қалады деу бекершілік. 897 нөмірлі тұлпардың тізгіншісі осындай жүргізушілердің қатарында. Қараңғылайтын пленка жапсырғанын жасырып, терезелерін төмен түсіріп тастаған. Көптен бері жүрсіз ба тонировкамен? Көптен бері жүрсіз ба, әлде всегда осылай жүресіз? Адамнан айласқан ба, оның қарсылық көрсеткеннен түк те шықпады. Терезедегі пленка дәл сол жерде алынды. Тұра берсін, братан, өзім алып тастаймын ғой мен. Тоже алып тастаймын. Камераны алып тастаймын. Машинаңды алып тастаймын. Аласың ғой, жерге тастамаймыз, мұсыр бол. Енді маған подарок тастап кеттің ғой. 330 болды андағын сені қазір. Енді маған тастап кеттің ғой. Алсаңыз енді мусорды, өзіңіздің мусорыңызды машинаға салып қойыңыз. Енді мен ба не жылтылады да? Енді алып ташы камераны. Жүргізуші өзіне сенімді секілді. Талай жолдарда, талай тәртіп сақшысынан айламды асырдым деп мақтанды. Алайда мың асқанға бір тосқан, оның бұл жолы болмады. Таң қалатыныз, любой жерде жүрем ғой дегеннен кейін. Не, қорқу керек па не? Жоқ, қорқу. Онда не? Сізге қорқпайсыз ба деп айттым ба? Онда не? Қорқпайсыз деген. Думайды, конечно, білем ба? Біздік болмайды екен білем ба? Нешексің? Бестік ба? Бестік ішінде де сонда не көрінбей ат ана бестіктен айтшы. Елден ерекшеленген жүргізушіге тиісті шара қолданды. Әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Сондықтан мұндай жүргізушілерге айтарымыз, сан түрлі амал-айла тапқаныңызбен тәртіп сақшылары қашанда қырағы. Демалыс күндер дерегі осындай болды. Сәрсенбінің сәтінде эфирде қайта көріскенше аман сау болыңыз.